Аматсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы паразитоциноз туралы түсінік. Бүгінгі сабақта инвазиялық аурулардың мал шаруашылығына келтіретін зиянын, инвазиялық аурулардың атауы жайлы өтетін боламыз. Әртүрлі жіктеу топтарына жататын өсімдік не жануар тектес паразит және шартты патогенді организмдердің бірлестігін зерттейтін паразитология бөлімін паразитоцинология деп, ал осы ғылым зерттейтін кеселдерді бірлескен аурулар деп атайды. Биоциноз белгілі бір жерде бір-бірімен байланысты өмір сүретін өсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдер бірлестігі. Ал паразитоциноз дегеніміз инвазиялық, бактериалдық, саңырауқұлақ және вирус тектес организмдердің жиынтығы. Олар жануарлар организмінде өте ауыр аурулар тудырады. Паразитоциноз биологиялық құбылыс ретінде өсімдіктер мен жануарлар дүниесінде осы организмдердің қарым-қатынасы арқасында тарихи даму жолында пайда болады. Паразит организмдердің жиынтығын зерттеу, олардың иелерімен қарым-қатынасын және олар қоршаған ортаның әсерін зерттеу паразитоциноз ауруларының шығуы мен бәсеңдеу себептерін зерттеуде зор маңызы бар. Осы күнге дейін паразитоциноз құбылысы толық зерттеліп болған жоқ. Мысалы, қандай паразитоциноздарда организмдер арасында қарама-қарсылық барлығы әлі белгісіз. Сондай-ақ, олардың қайсыларында инвазия және індет тектес қоздырғыштар бір организмде өмір сүріп, өсіп-өніп және қауіпті ауру тудырады. Осыған орай организмдер арасындағы синергизм құбылысы да назар аударатын мәселе. Ол қарапайымдылардың және микроорганизмдердің, қарапайымдылар мен үшқұрттардың, микроорганизмдер мен үшқұрттардың арасындағы қарым-қатынас. Паразитоцинозды анықтап зерттеу үшін алдымен инвазиялық, вирустық және де бактериалдық аурулар құрамын зерттеп, қоздырғыштар қарым-қатынасын, олардың мал организміне сыртқы ортаға әсерін анықтаудың практикалық маңызы зор. Инвазиялық аурулардың мал шаруашылығына келтіретін зияны. Инвазиялық аурулар үй хайуанаттары мен аңдардың барлық түрлерінде кездесетіндіктен, олар халық шаруашылығына қыруар зиян келтіреді. Көптеген инвазиялық аурулар, әсіресе протозоиттық және үшқұрт аурулары, жануарларды жаппай өлім-жітімге ұшыратады. Ірі қара малдың тейлериоз бен бабезиоздардан әжептәуір шығынға ұшырайтыны барша жұртқа мәлім. Сондай-ақ тауық балапандары және үй қояндары эймериоздан және көптеген үшқұрт ауруларынан, қой мен ірі қара малдың фасциолездан, қойдың циноз бен манезиоздан көп шығынға ұшырайтыны белгілі. Бірқатар инвазиялық ауруларда тікелей өлім-жітім болмағанымен жануарлардың өнімі төмендейді. Сондай-ақ олардың қалыптағы физиологиялық өсіп-жетілуі тежеледі. Мысалы, астыртын өтетін ірі қара малдың фасциолез ауруында сүт өнімі 20-50%-ға дейін, ал кейде одан да көп төмендейді. Фасциолезбен ауырған қойдан сау малмен салыстырғанда 10-30%-ға дейін жүн кем қырқылады. Бибенің деректерінше, эхинококкозбен ауыр зақымданған қойдың орташа салмағы сау жануарлармен салыстырғанда 8 килограммға аз болып келеді. Эхинококкозбен орташа дәрежеде зақымданған әр қой 1 килограмм ет, 140 грамм тоң май және де 105 грамм жүнді кем береді. Ал аскаридозбен ауырған торайлар 3 ай бордақылағанда жоспарлы салмағының 3-тен 1-ін жоғалтады. Аскаридоз және гетерокидозбен зақымдалған тауықтардың жұмыртқа өнімі 15-20%-ға дейін төмендесе, ал простагонимоз ауруларында тауықтың жұмыртқа салуы мүлдем тоқтап қалады. Үшқұрт ауруларына шалдыққан мал өнімінің де сапасы төмендейді. Мысалы, фасциолез ауруларында витаминдердің деңгейі әжептәуір төмендейді. Жануарлар денесінде микроэлементтердің мөлшері өзгереді. Ал белок мөлшері азайғандықтан және гидремия қанның сұйылуы салдарынан ет сапасы мен қоректік қасиеті де күрт төмендейді. Мысалы, эхинококкозбен ауырған шошқаның сау малмен салыстырғанда етінің ылғалдылығы 4,48%-ға артық, ал майы 1,1
11%-ға және де протеині 3,36%-ға кем болады. Сондай-ақ, ауру шошқаның 1 кг етінің жылу беру қабілеті 194,2 калорияға кем болып келеді. Ірі қараның трихомонозында, жылқының кейінгі ауруларында мал іш тастайды, қысыр қалады және де бедеулікке шалдығады. Оқыра ауруының мал шаруашылығына келтіретін зияны көпшілікке мәлім. Терісінің сапасы күрт төмендеумен қатар гиподерматозға шалдыққан әр сиыр жылына 50-80 литр сүтті кем береді. Көптеген қан сорғыш өрмекші тәрізділер адам мен малдың бірқатар инвазиялық және инфекциялық ауруларын тасымалдайды. Сондай-ақ бірқатар инвазиялық аурулар және де ішқұрт аурулары малдан адамға жұғады. Сонымен, инвазиялық аурулардың халық шаруашылығына көптеген зиян тигізумен қатар, олардың әлеуметтік маңызы да зор. Осы ауруларға қарсы емдік, дауа шараларын ұйымдастыруға жыл сайын қыруар қаржы жұмсалады. Инвазиялық аурулардың атауына тоқтайтын болсақ, қазіргі кезде инвазиялық аурулардың аты бірыңғайланып, олардың қоздырғыштарының зоологиялық туыс атауынан шыққаны белгілі. Ең алғашқыда Скрябин мен Шульц гельминтоздарға ғылыми атау енгізіп, олар қоздырғыштың туыс атауына оз немесе ез деген қосымша қосуды ұсынды. Әр зоологиялық түрдің латынша қос аты бар, туыстық және түрлік. Мысалы, Dicrocelium lanceatum немесе Манезия экспансы. Ал бұлар қоздыратын ауруларды дикроцеллез немесе манезиоз деп атайды. Кейде гельминтоздардың топтама атауларын қолдануға болады. Ол ішқұрттардың тобына қарай трематодоздар, цистодоздар немесе нематодоздар деп те аталады. Мұндай тектік тұқымдас атаулары да ескерілуі мүмкін. Мысалы, странглията тектік тармағына жататын қоздырғыштар тудыратын ішқұрт ауруларының топтама аты странглиятоздар деп аталады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.